схеманы үш топсалы схема дейді. Мұны қараңыздар. Біреуі бар, екеуі бар. Мынаны да тоқсатып алсақ, үшеу болады. Бұндай схемаларды шығару енді кәдімгі жүйеге ұқсамайды. Себебі бұл жерде реакциялар қандай болады? Мына жерде қанша болады реакция? Үшеу. Мына жерде біреу. 4 реакция. Ол 4 реакцияны бірден таба алмайсыңдар тағы. Сосын жаңағы несін шығарамын десеңдер, жаңағы QM тұрғызамын десеңдер, тем более ала алмайсыңдар. Бұны не істейді? Бұны бұлай бөледі. Мен қазір қызыл түспен көрсетейін, қызыл түспен. Бұны бөледі бұлай. Ойша әрине, мына жағын, мына 90-ның сол жағын бөлек есептейді, 90-ның оң жағын бөлек, мынаны бөлек есептейді. Бұлайша айтқанда бұл жерде екі жүйе болып тұр ғой, бірақ екі жүйе немен байланды? Мына 90-мен байланды, екі жүйе. Осы екі жүйені жеке-жеке есептейді. Сендердің жаңа олимпиада есептері сол. Мына есеп көріп тұрмын, мына есебі. Ұқсайды ғой, бәрі бір-біріне ұқсайды ғой. Бұл жерде мына екі бөлшектің қайсысы негізгі, қайсысы жаңа жоғарыда тұратын, немесе оны аспалы дейді, аспалы. Сол екеуін бөліп алу керек. Мысалы үшін мына жерден көріп тұр. Мына схема негізгі боламайды, мына оң жағы. Неге? Бұл жерде бір жағында тірек бар, а екінші жағында тірегі бар сияқты көрінбей тұр ғой. Сол үшін мынаны аспалы схема дейді. Неге аспалы дейді? Мына схеманы оң жақта. Мынаған тірек қояды. Қалай тірек? Мен қазір соны көрсетейін, қалай тірек? Оны мына оң жағын, сол жағында тірек қою үшін мына екеуін бөлу керек, бөліп тастау керек. Бөліп сызамыз. Мен қазір оны бөліп көрсетейін, сызып көрсетейін. Қарамен сыза берейін. Қарамен. Қарама жоқ, қара емес бұл. Қара емес оң. Мына қараңдар, оң жағы мынау, мына оң жағы. Той сол жағы. Мына мынау. Ал мына оң жағы. Мына 90-ның орнына, 90 деген не ол? 90 деген, мен өткенде лекцияда айттым ғой, жаңа 2Т деп. То есть 90-ның орнына 2 тірек көрсетуге болады, 90-ның орнына. Онда мен бұлай істейін, қараңдар мына. Мына арқалықты қазір сызамын мына жерге бүйтіп. Мына жақта бір тірегі бар. Мына екінші тірегінің орнына, мына С-ның орнына. Мен 2 стержень бүйтіп көрсетемін, 2 стержень. Мына қараңдар. Сонда не болады? Мына схема, мына арқалық емес, мына рама ғой, мына арқалық, мына рамаға сол жағымен тіреліп тұр, асылып тұр. Сөйте сөйтейік бұны. Бірақ есептегенде мына екеуінің, мына біріншісі дейік, мына схема бірінші схема дейік. Мына схема екінші схема дейік. Қайсынан бастайды? Біздер аспалыдан бастайды, мынадан бастайды. Неге? Енді мына схема мынаған асылып тұрғаннан кейін, әрине мынаның күштері, мынаға түскен күштер, қандай күштер бар? Q, мына жерде Q бар, шетінде P бар тағы, мына жақта P бар. Осы күштердің бір бөлшектері, бір шамалары мына астына түседі, мынаған әсер етеді, мынаған. Ал мынаның күштері P, мынау M, мына екеуі мына жоғарыға әсер етпейді. Дұрыс қой, жоғарыға тұрғанға әсер етемейді ғой. Ал мына асылып тұрған нәрсе, мынаның жүктері мынаған әсер етеді. Сол үшін алдымен мынаны есептейді. Неге? Мынаны есептегеннен кейін, сонда мына P2, мына Q-дің бір кішкене бөлшек шамасын мына жаққа жібересіңдер. Оны қалай қазір көрсетемін. То есть мына екеуінің шамалары, мына P, Q шамалары мынау арқылы, мына тірек арқылы мына жаққа түседі. Мен қазір оны көрсетемін. Бірақ алдымен мынаны есептеу керек. Дұрыс қой, мынаны есептеу. По-любому мынаны есептеу керек. Әрине мен қазір оны есептеп отырмаймын, себебі ол слишком ұзақ жұмыс. Мен қазір оны просто схема бойынша көрсетейін. Мынаны қалай есептейді мынаны? Бұл кәдімгі арқалық, кәдімгі.
Бұлай қойсаң да болады, емесе бұлай горизонтал бойымен де қоюға болады, бұлай да болады, бұлай да болады. Ана жер қанша градус дедім? 30 дедім ма мынаны? Қалай көрсетілген мынау? 30 ба ма? 30. 30 болса, онда бұлай түсірек, мынау С ғой. Мынау С. Ал мынаны онда мынаны Д дейік, елейік. А дейік мақыл, А дейік мына. Мына тіректі А дейік. С, А. Мына қараңдар, С мына жаққа кетті, мына С. С. Ал А ана жақта мына. Онда мына жүктемеміз бұлай көрсетсең болады. Мына P2-ні де, ал P2 вертикал ғой бізде. Мына жер қанша, сонда мынау 60, бір жерде 60 градус, тұр ғой, мына 60 градус, мына 60 қой. Онда сол 60 бойымен мынаны бұлай көрсету керек дейді. Міне бұлай. П. Мына бұрыш 60 деген қайсы сетсін. Мына бұрыш, мына 60 қой міне, мына 60. Бұның бәрін көрсетіп қойдыр, міне. Көрдіңдер ме? Кәдімгі арқалық, бірақ күштері мынандай жайылма күші бар, и ана П күші қиғаш күші, қиғаштан түсіп. Сонымен мына арқалықты бөлек есептейсіз. Қазір бізден эпюра, Q тұрғызбаймыз ғой. Біздің мақсатымыз не қазір? Сендерді есепте не сұрап жатыр? Тірек реакцияны табу керек. Тек қана реакцияны табу керек. Оны бейнесінде қараңдар. Мен қазір қызылмен сызайын оны, қызылмен. Мен сендерге тағы айтамын, қазір толық шығармаймыз. Просто схемасын көрсетіп, ары қарай өздерің шығарасыңдар. Әшейін арқалық қой бұл. Мына жерде қандай реакция бар? Мынандай бір реакция бар. Бұны не дейміз? Атын не дейміз бұны? РС ғой, е мынау? РС, е мынау? Мына жерде бір реакция бар. Оның аты РА. Бұл жерде мына П қиғаш тұр ғой, П қиғаш болып тұр ғой. П қиғаш болғаннан кейін мына егістердің бар ғой, егістердің екеуінде де реакция пайда болады. Тек қана вертикал емес, бұл жерде қандай реакция пайда болады? Горизонтал, HC, горизонтал реакция пайда болады. Міне ерекшілігі, бұл есептің ерекшілігі сол. Сендер бұндай есеп шығарып жоқсыңдар, дұрыс па? Сендер әшейін арқалық табасыңдар, екі реакция вертикал табасыңдар, болды. Бұл жерде екі вертикал реакция, и біреуі горизонтал болады. Енді олар қалай табатын, мына мысал үшін РЦ, РА-ны қалай табатын білесіңдер? Айтпай-ақ қояйын, білесін таба аласыңдар ма? Қалай табады? РЦ, РА-ны қалай табады? Моментті бір нүктеге алады, моментті екінші нүктеге алады, болды. Ал мына H-ты табу, H-ты ол теңдеумен таба алмайсың. H-ты қалай табады? H-ны қалай табу керек? Сумма X пен. Иә, сумма X пен, мына сумма X. X мынау деп алсақ, мына осьті X деп алсақ, әрине сумма X. Не түседі жерге? HC түседі. HC минус, мысал үшін, сол жаққа минус. И және плюс P, P-ның өзі түспейді, P-ның проекциясы түседі. Қандай P көбейту косинус 60, P көбейту косинус көбейту, косинус 60. Міне болды. Сонымен сендер мына екі реакцияны таба аласыңдар. RC-ні қалай табады? Момент мына А нүктесіне аласыңдар, RC-ні табасыңдар. Енді RC-ні таптық деп айтайын. Айтайын, RC табылды. Ал HC-ні мынадан табасыңдар. Болды, екеуі табылды. Әрине екеуінің бағыты керек. Шын бағыты керек, шынайы бағыты. Шынайы бағыт қандай болады? Егерде плюс болса, екеуінде плюс шықса, мына екеуі қандай бағыттар онда? Шынайы бағыттар. Ал егерде екеуін біреуі минус шықса, онда аударып қою керек. Енді, бұны біттік. Бізге бұл жерде шын айту керек, мына екеу керек, бізге өте қажет. Мынамен, мына қажет болып тұр. Мыналардың кейін бізге қазір керек болмай қалады. Олар керек неге табу үшін, HC, RC-ні табу үшін керек, бірақ арғара керек болмай қалады. Біз қазір мына схемаға көшейін деп жатырмыз ғой. Өздерің түсініп тұрған шығарсыңдар.
Мынаған көшейін деп отырмын. Мынаған көшейін деп отырмыз ғой. Сендердің нелеріңде есептің шартында сол. Реакцияны табы дейді ма, не дейді? Реакцияларды. Былайша айтқанда біз мына жерде қанша реакция пайда болады? Мына жерде үшеу, иә? Мына вертикал, В нүктенің аты не? Б ма мақұл? Б дейікші. В, Б, H, Б и және не пайда болады да мына жерде? Момент. МБ или РБ дейік мейлі бәрі ғой. Осы үшеуін табу негізі мақсат сол. Ол үшеуін табу үшін әрине мына арқалықты есептейміз, мынаны бөлек, бірақ мына арқалық қазір сызамын, арқалық емес, бұл рама ғой, арқалық емес. Мына ғой. Маған мынау керек болып тұр ғой, мен соны түсінбей тұрмын ғой. Мынаның ұзындығы керек болып тұр ғой бізге. Мейлі, пока что-то, мейлі кейін, любой нені ала саламыз ғой. Бізге, короче, қазір мына үшеуін табу керек. Мынаны, и және мына момент табу. Осы үшеуін табу керек болып тұр ғой. Ол үшін бізге күштер керек. Қайсысы? Мына П, бұл қандай күш? Бұл мына раманың өзіндегі күші ғой енді. Тағы не бар бұл жерде? Мына жерде момент бар екен, мына жерде. Оны да қоямыз. Оны да тіркейміз. Бірақ осы екеуімен аяқтауға болмайды. Мына тағы не тіркеу керек? Қараңдар, бұндай нәрсе сендер әлі шығарған жоқсыңдар. Мына нүктеге не тіркеу керек? Мына нүктеге. Былайша айтқанда, С нүктесіне не тіркеу керек? Ол жерге РЦ мен HC-ні тіркеу керек. Мына екеуін тіркеу керек. Міне мәселе осыда. То есть сендер қазір мына астындағы рамаға, бұл негізгі рама дейді. Негізгі жүйеге біз мына HC мен RC-ні тіркеуіміз керек. Бірақ оны қалай тіркейді? Мен қазір осыны жақсылап тыңдап болыңдар. Оны былай тіркейді. Мына нүктеге RC-ні тіркейді, бірақ бағытын аударып. Ана жерде RC болса, жоғары болса, мына жерде RC төмен түседі. Бірақ бұл белгілі ғой, белгілі. Уже тауып қойдық ар жақтан. Енді тағы нені тіркейді? HC-ні тіркейді, бірақ бағыты қандай болады? Сол ана HC-ға қарама-қарсы болады, былай алады. Әрине ол үшін сендер RC мен HC-ға толық сенулерің керек қой, ол уже дұрыс деп айту сену керек. Ол екеуінің біреу қате болса, онда әрине мына тұрқым ойды. Сонымен біз ана оң жақтағы арқалықты алмаймыз вообще, тек қана сол жағымен жұмыс істейміз. Енді мына үшеуін табуға болады ма? Мынау белгілі болса, мына екеуі әрине белгілі. Оны мына үшеуін табуға ешқандай қиыншылық болмайды. ВБ, мынау РБ, момент, ал мынау HB. Бұл үшеуін қалай табамыз? Енді мынаның бәрі белгілі ғой, мынау белгілі, мынау бәрі белгілі ғой. X, Y и және момент бұл. Есеп өсіп шығады. Мына біздің осындай күрделі схемада есеп осылай. Бұл жерде ең негізгісі не, ең мағынасы не? Ең мағынасы мына екі жүйені бөлу керек. Дұрыс бөлу керек. Қайсысы жоғарыда тұр, мына схемада, қайсысы астында тұр. Мына жерде дәл мына есепті алып болсақ, мынау жоғарыда, мынаған асылып тұр, мынаған асылып тұр, а мынау соның астында тұр, мына схемада. Осыны дұрыс сызсаңдар, ары қарай қиын емес. Бірақ тағы да бір нәрсе сендер жақсылап оқып алыңдар. Мына екі жүйеге бөлсек, қайсысынан бастаймыз есепті? Аспалыдан. Жоғарыдағыдан бастаймыз. Потому что астынан есептей алмайсыңдар. Алдымен мына жоғарыны есептеп, одан кейін барып астын есептейді. Сонымен осындай схеманы осылай шығарасыңдар. Ертең олимпиада болса, осындай есеп болса шығарасыңдар.